Сәлем достар, сіздерге бүгін алмадан джем жасап көрсететін боламын. Егер видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде сізге жаңа рецепттерім келіп отыратын болады. Бізге ең алдыменен алма керек. Алманың кез келген сорты болады. Оны міндетті түрде жуып, ішін тазалап, осылай төртке бөліп дайындап алыңыздар. Осы тазартылған түрін таразыға салып, өлшеп аламыз. Менде мына жерде 2 килограммнан асты, кішкене таза күйінше. Енді осы алмамызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Неде осыған қант қосамыз. Егер алмаларыңыз тәтті болса, онда жарты килограммға 1 килограмм алмаға жарты килограмм қант қосасыздар. Егер қышқылдау болатын болса, онда 1-ге 1 қосасыздар. Яғни алмаңыз 2 килограмм болса, қантыңыз 2 килограмм болу керек. Мен мына жерде тәттіні жақсы көретіндіктен, тәттірек болғанын қалағандықтан 1-ге 1 қостым. Бірақ шынымды айтсам, өте тәтті болып шықты. Сол үшін сіздерге осы соотношениені сақтауды кеңес беремін. Енді осы алма мен қантымызды жақсылап араластырып аламыз, отқа қоймас бұрын. Енді осыны отқа қойып, араластырып отырып, ақырындап астын ақырындап қойып қоямыз. Араластырып отыру керек. Өзінің консистенциясы осындай қоймалжың болған кезде, көрдіңіздер ме, қандай түсі әп-әдемі болып шықты. Қою емес, немесе сұйық емес, осылай орташа әдемі болып шығады. Сол кезде отты сөндіре қоясыздар. Енді банкаларымызды стерилдеп, осы джемді жауып аламыз. Менде жаңағы 2 килограмм алмадан осындай 3 килограммдай джем шықты. Өте дәмді болды, және де құрамы, жаңағы консистенциясы өте жақсы болып шықты. Қатты сұйық емес, қою емес. Бұны пирогқа, немесе балаларға нанға жағып беруге өте керемет. Достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып отырыңыз. Ас болсын!